Қайырлы күн баршаңызға. Құрамында бидай ұны, қанты жоқ, глютенсіз күріш ұнынан блини жасаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп кет. Алдымен суымызды құйып аламыз ыдысымызға. Одан кейін 2 жұмыртқамызды айранымыздың үстіне пищевая содамызды екеуін араластырып құйып аламыз. Кішкене ғана тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтау болған жақсы, ұнын қатты көп салмайсыздар. Одан кейін сары майымызды саламыз. Сары майды ерітіп салсаңыздар да болады. Менікі бөлме температурасында еріп тұр. Кейін табамызды әбден қыздырып алып, кәдімгі блини ұқсап пісіре береміз. Осылай екі жағы әдемі қызарып піседі. Көбінесе мен бұндай блиниларды, глютенсіз блиниларды ақ нанның орнына таңғы асқа жасап жеймін. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Бірінші кезде астына азырақ табамызға май жағып алсаңыздар болады. Блинimiz барлығы толықтай пісіп шықты. Екі жағы да әдемі болып қызарып. Кәдімгі жасап жүрген блинimizдан ешқандай айырмашылық жоқ, тек бұның құрамында қант болмайды. Жасап көруге кеңес беремін. Қайырлы күн баршаңызға. Бір жасағаннан шығатын лимонды пирог рецептісімен бөлісемін. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Лимон цедрасын осылай теркіден өткізіп алып саламыз. Одан кейін суын сығып құйып аламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып аламыз. Одан кейін мен азырақ түс беру үшін куркума салдым. Куркума салу маңызды емес. Ұнымызды осылай біртіндеп салып, миксерлеп аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді осыны формамызға құйып аламыз. Формамызға құйып 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз толықтай суыды бізде. Мен сәндік үшін бетіне қант қопсытқышын сеуіп алдым. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Қазір арасын кесіп көрсетемін. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай, әрі көп уақыттарыңызды алмайды.
арасы осылай жақсы пісіп сап-сары болып әдемі болып шықты.